Ассалаумалейкум достар, Автолайк каналының кезек шығарылымы. Бүгін бізде кезек шығарылым Шымкент қаласында орналасқан осы Кореядан тікелей автокөлік таситын Medina Group деген компанияға келдік. Осы арада тұрған автокөліктердің бағаларын біліп, сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Видеоны қарамастан біздің арнаға тіркеліп, видео соңында ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып кетулерін сұранамыз. Егер жылы жаңа көліктер алуларыңыз келсе, осы Medina Groupқа келіп қарап көрсеңіздер болады. Болмаса, тікелей доставкамен жеткіздіріп алсаңыздар болады достар. Ассалаумалейкум баршаңызға достар. Шымкент қаласынан автокөлікке осындай Ева поликтер жасайтын өндіріс орталығын ашып жатырмыз. Егер сіздердің автокөліктеріңізге Ева поликтер керек болса, осы арада көрсетілген телефон нөмірге хабарлассаңыздар болады, немесе Instagram каналға өтіп, өз автокөліктеріңізге заказ беріп, небәрі 1 сағаттың ішінде полик тіктіртіп аласыздар достар. Кез келген түсінен кез келген автокөлікке жасап беретін боламыз. Мүмкіндігінше біздің WhatsApp нөмірге жазыңыздар, сол жақтан заказ қабылдап сіздерге дайындап беретін боламыз. Сатылымда кореялық Kia Carnival көлік 2018 жылғы 47 мың жүріп өткен жолы, 2x2 автомат дизельді қозғалтқышпен 13 миллион 600 мың теңге дейді. Қазір ашық болса жауы екен есіктер машиналарын. Қазір біршама кореялық көліктердің бағаларын сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Біздің арнадан алыстамай, соңына дейін видеоны қарап, тіркеліп кетулерін сұранамыз достар. Тағы да бір Kia Carnival. Бұл көліктің жылы 2019, 66 мың жүріп өткен жолы, 2x2 дизель автоматта 13 миллион 800 мың теңге дейді. Передний привод. Алты орынды өте керемет минивендер сатылымда. Егер Kia Carnival'дың ақ түсін көріп шаршасаңыз, міне бір қара түсті Carnival. Бұның жылы 2019, 39.786 жүріп өткен жолы, 2x2 дизель автомат 14 миллион 400 мың теңге дейді. Сұрап тұрған бағасы. Жай-жай минивендерден алысып, кроссовер санатындағы автокөліктерге келіп жеттік. Kia Sorento дейді. 2019 жылғы 58.833 жүріп өткен жолы, 2x4 бензин автоматта, передний привод 14 миллион 700 мың дейді сұрап тұрған бағасы. Кроссовер көліктер. Қазір Шымкент қаласындағы осы Medina Group автокөлік салонындамыз. Осы жерде тұрған барлық көліктерді сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қазір біздің каналдан алыстамай, соңына дейін көріп тамашалауларыңызды сұранамыз достар. Келесі автокөлік Samsung маркалы көлік. Кореяда өндірілген. 2019 жылғы 24.958 пробег жүріп өткен жолы, 2 литрлі мотормен автоматта 10 миллион 400 мың теңге сатылымдағы бағасы. Бұл көліктер бізде көбінесе сұраныста қалай екенін білмейді екенбіз. Келесі кроссовер Hyundai Santa Fe 2019 жылғы 13.121 жүріп өткен жолы, 2 литрлі мотор автоматта 15 миллион 540 мың теңге дейді. Hyundai маркалы жалпы кореялық көліктер осы Қазақстандағы өзінің нарқын, өзіндік орнын басқа автокөліктерге қарағанда жақсылап тартып алғансың да. Қалай ойлайсыздар? Комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер.
кезекті кроссовер Kia Sorento 2018 жылғы 34 000 пробег, жүріп өткен жолы. 2.2 дизель, автомат, передний привод. Так, 14 440 000 теңге дейді. Сатылымдағы бағасы. Толық диодты шамдар, туман кісіне дейін. Кезекті автокөлік RAV4 сатылымда. Қазір бағасымен таныстырып өтетін боламыз. 2019 жылы машина 24 635 жүріп өткен жол. 2.5 бензин, автомат коробка, 13 850 000 теңге дейді. Сатылымдағы бағасы. Салонын көрсетсек. Жоқ, есіктері құлыптаулы бұл көліктің. Toyota Highlander тұр сатылымда. 2021 жылғы 80 км жүріп өткен жолы. 2.5 бензин, автомат, 25 640 000 дейді. Гибридті мотор. Кезекті Highlander сатылымда. 2021 жылғы 373 км жүріп өткен жолы. 3.5 бензин, автомат, полный привод, 30 200 000 теңге. Кезекті автокөлік Hyundai Santa Fe. Так, 2020 жылғы машина 2 литр дизельді мотормен. Так, 16 775 000 теңге дейді. Автомат коробка. Байқасаңыздар, соңғы кезде осындай жаңа автокөліктің бәрі радиатор торы арасы ашық-ашық. Бір жердің жолдарға қолайсыз көрінеді негізі. Өйткені бізде көп жерде тас жол, жезқазған жолын білесіздер, мен жезқазғанға түссең, бір пәстек радиаторың тесіп шығатын анық. Қарап көріңіздер іздеп жүрген кісілер болса. Сатылымда Toyota Camry 2019 жылғы машина 25 252 жүріп өткен жолы. 2.5 бензин, автомат, 16 200 000 дейді. Қазақтың ең сүйікті бір көліктерінің бірі. Қазір Medina Group'тағы Camry'лердің бағасымен сіздер таныстырып шығатын боламыз. Бұл жерде де кредит қарастырылған. Егер кредитке Camry қарап атсаңыздар, сіздердің назарларыңыз бір келіп, осында тұрған көліктерді көріп кетулеріңізге болады достар. Так, 2019 57 000 пробегпен 2.5 бензин, автомат, 15 400 000 дейді. Ақ түсті Camry. Так, қара түсті Camry. Camry 70. Так, 46 000 пробег, 2019, 2.5 бензин, автомат, 13 900 000 дейді. Кезекті автокөлік Samsung SM6. Кореялық көліктер. 2018 жылы көлік 34 000 жүріп өткен жолы. 2 литрлі мотормен, автомат коробкада 8 400 000 теңге дейді. Renault Duster тұр сатылымда. Көлік 2021 жылғы небәрі 469 000 км жүріп өткен жолы.
2 литрлік бензинді қозғалтқышпен автомат коробкада 10 миллион 560 мың теңге дейді. Базардағы қышқа көтеріп қойып қоятын кісілерге айтарым, қойсаң осылай қой. Болмаса қышқа шығарудың қажеті жоқ деп ойлаймын енді. Сол қышқа қойғаннан сатылып өтіп кетіп жатқан машина жоқ қазіргі таңда.